Бүгін біз өте дәмді шоколадный пирог пісіреміз. Ол үшін ең бірінші біз 2 жұмыртқа мен 250 грамм қантымызды жақсылап миксерлейміз. Егер сіздерде отборный жұмыртқа болса 2 жұмыртқа, ал S1 жұмыртқа болса, онда 3 жұмыртқа пайдаланасыздар. Бұл жерде қант әбден еру қажет. Енді бөлегі тыстағы айранымызға 240 грамм айранға міндетті түрде үйдің айран болған қажет. Жарты шай қасық содамыз салып. Егер сіздерде магазин айраны болса, пирогтарыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Осындай процесске түсу керек. Енді жаңағы миксерлеп алған жұмыртқа мен қантымызға дайын болған айранымызды қосамыз. Жүз 50 грамм сұйық май. Қырық грамм какао. Он 15 грамм разрыхитель. Және 200 грамм електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Барлығын қосып миксерлейміз. Енді дайын болған тестамызды 20 немесе 22 диаметрлік кольцоға құйып пісіреміз. Кольцоға құйып пісірсеңіздер, пирогтарыңыз жақсы көтеріледі. Ол үшін кольцоны фольгамен жақсылап қаптап аламыз. Міне осылай қаптап алдық. Енді тестамызды құямыз. Енді бисквитіміз пісіп дайын болғанша бетіне шоколадный ганаш дайындаймыз. Ол үшін бізге 33 немесе 34% 80 грамм сливки және 80 грамм Қазақстан шоколад керек. Екеуін қосып микроволновкада ертіп аламыз. Міне пирогымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, подписывайтесь.